Сәлем достар, сіздермен бірге Ерке. Мен бүгін сіздерге дельфиндер туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Дельфин адамның ең сүйікті жануары. Олар адамдардың ішкі құрылысын де алатын қасиеттері бар. Кейбір науқастар дельфиндер арқылы емделеді екен. Дельфиндер дәрігер болды ғой, қалай ойлайсыздар достар? Дельфиндер адамның көңіл-күйі мен қауіп-қатерді сезеді екен. Осылайша дельфиндерді дәрігері деп айтуға болады. Дельфиндер дыбыс шығару арқылы бір-бірімен сөйлеседі. Олар тіпті бір-біріне есім де қояды екен. Жаңа туылған дельфиндердің денесінде майда түктері болады. Олар саналы жануарлар. Олардың миының салмағы 1700 грамм. Міне достар, дельфиндер туралы біліп алдық. Менің видеома ұнаса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.